Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін творожный трубочка жасайтын боламыз. Өте дәмді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, өте керемет шығады. Өте нәзік, қараңыздар. Дәмі қандай десем, пахлава сияқты болып шығады. Бізде мынандай нежный творог болады, жұмсақ. Сары майымызды да комнатный температурада алсақ та болады. Қатты болуының да қажеті жоқ, өйткені біз оны миксерлейтін боламыз. Қараңыздар, миксерлеп араластырамыз творог пен сары майымызды. Одан кейін жаңа 2 жұмыртқамызды жарып, разделить етіп алдық екеуін. Белогын бөлек, сарысын бөлек. Енді осы сарысын тестаға қосатын боламыз, жұмыртқаның сарысын. Сосын қамыр елейтін боламыз. Бізде керекті мына жерде ұнымыз бар. Бұл ұнымызға разрыхлитель және тұз қосып алдық. Енді осыны жаймен салып, бірінші араластырып аламыз. Сонан кейін қамыр қылып илейтін боламыз. Кішкене майымен де кішкене қаттырақ болды. Содан кейін дұрыс не қылмай жатыр, иленбей жатыр. Бізде бірақ комнатный температурада болса, дәл осындай әдемі болып шығады, нәзік болып. Енді осыны 30 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Оған дейін біз ортасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Бізге грек жаңғағы керек болады. Осы грек жаңғағын оқтаумен езіп алатын боламыз. Және де бір советім, осы грек жаңғақты духовкаде бір 10 минуттай қыздырып пісіріп алсақ, тағы да дәмі одан да керемет болып шығатын болады. Енді біз міне жаңағы жұмыртқаның белогын алып, қантты салып отырып миксерлейтін боламыз. Аппақ көпіршік болғанша. Енді осыған қантымызды жаймендеп саламыз. Сала отырып, әбден миксерлеп, бірақ қатты қою қылып жібермейміз. Міне дәл осындай болса болғаны. Енді және осыған жаңа грек жаңғағымызды қосып, араластырып, әбден араластырып аламыз. Сосын осыны тестаға жағатын боламыз. Бұл ортасына салатын біздің салмамыз. Барлығын дұрыстап араластырып аламыз. Енді біз мына қамырымыздың кішкене бөлігін алып, қалғанын қайта мұздатқышқа қоямыз. Өйткені құрамында бізде сары майымыз бар. Сол үшін еріп кетпеу үшін қайтадан мұздатқышқа салып қоямыз. Енді осылай жайып аламыз. Мен пышақпен дұрыс кесілмейді. Қазір осылай кесеміз. Неғұрлым достар, қамырымыз жұқа болса, бізде өте нәзік болып шығады. Менікі кішкене қалыңдау болып тұрған сияқты. Қазір көреміз енді. Енді осының ортасына салмамызды салып жайып шығамыз. Қатты көпте салмаңыздар, жұқалап салыңыздар. Қазір бізде бұл духовка піскен кезде бізде осы белогымыз көрінбей қалады. Жаңғағы қалып, бірақ дәмі өте нәзік болып сезіледі. Бізде дәмді болып шығады. Осыны бір жұқалап орап шығамыз, домалақ қылып. Менде кішкене қалың болып кетті. Сосын үлкен болып кетті. Тестаны неғұрлым жұқа жайсаңыздар, өте керемет болады достар. Арасына жұқалап жағып шығамызды, және кішкентай қылып орап шығамыз. Қараңыздар, дәл осылай орап шығамыз. Бізде енді келесі қамырымды жұқа қылып жаюға тырысамын. Менде осы қамырым кішкене қалыңырақ болып кетті. Бірақ өте нәзік болады творогпен жасалғаннан кейін достар. Нәзік, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Енді мен тағы да екінші тестамды бөліп, тағы да жайып жатырмын. Жұқалап, менде осы жерде жақсы шықты қамырым. Енді осыған жайып, міне барлығын орап шықтым. Енді дәл осыны
180 градуста бір 15 минутта даже пісіп шығады. Қатты қызартудың қажеті жоқ. Сарғышта болып піссе де болады. Осындай дәмді болып піседі.